Баршаңызға сәлем. Менің бисквитім осылай көтерілмей қалған соң, мен одан панчо тортын жасап жүруді жөн көрдім. Ол үшін ұсақтап, төрт бұрыштап тураймыз. Осындай шұңғыл ыдысты дайындап, пищевая пленканы ішіне төсейміз. Менде сливки мен сгущенкадан жасалған крем. Ішіне осылай кремдерді жағып шығып, корждарымызды салып шығамыз. Корждарымызды ішіне салып, қабаттап крем жағып, корждарды салып, кремімізді жағып, бетін пищевой пленкамен тағы да жауып, холодильникке 4-5 сағатқа қойып қоямыз, кремі сіңгенше. Дайын болған тортымыздың пленкасын алып, кішілеу тарелканы бетіне қойып, аударамыз. Мен бетіне әсемдік үшін осындай вафельный крошкаларды сеуіп шықтым. Өз қалауыңызша кез келген нәрсемен әсемдесеңіздер болады. Мінекей біздің тортымыз дайын. Ерекше, өте дәмді. Бисквит дұрыс шықпаса, осындай торт жасауға болады. Немесе дайын бисквитпен жасасаңыздар да болады. Өте ерекше торт. Ішкі дүниесі осындай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.